қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырманың бірінші сұрағына: Эфес қаласының әлемге кеңінен танылуының себебі Артемидия ғибадатханасына байланысты деп есептеймін. Екінші: осы бір ғибадатхана туралы айта отырып, жауыз адамның атының тарихқа енгендігі туралы айтып отыр. Үшінші: қазақта атың шықпаса жер өрте деген мәтелге сай, нағыз опасыз адам деп бағалаймын деп сұрақтарға жауап берулеріңізге болады. Мәтіндегі негізгі ақпарат: Артемида ғимараты. Мәтіндегі қосымша ақпарат: Иония гректердің қаласы Эфесте орналасқан. Архитекторы Херсифрон. Ғибадатхана біздің заманымызға дейін 6 ғасырда салынған деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал екінші тапсырмада жоспар, кіріспе бөлімді Эфес қаласының әлемге танылуы. Негізгі бөлім: Артемида ғибадатханасы, опасыз Герострат. Қорытынды бөлім: атың шықпаса жер өрте деп жазып шығуларыңызға болады. Үшінші тапсырмада: менің ойымша әлемдік тарихи ескерткіштерді сақтау тек мәдени мұраны сақтау ғана емес, адамдарға тарихи сабақ беру мен туризмді дамыту үшін де маңызды. Мен оны былай түсіндім: егер ескерткіштерді дұрыс сақтамасақ, олар уақыт өте келе бұзылады, тарихи деректер жоғалады, ал қоғам өз тарихын толық танып білмей қалады. Оны мен мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Мысалы, Египеттегі пирамидаларды, Қазақстандағы, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, немесе Римдегі Колизейді сақтап қалу үшін реставрация, қорғаныс шаралары және халықаралық қорғау бағдарламалары жүргізіледі. ЮНЕСКО сияқты ұйымдарда тарихи ескерткіштердің сақталуын қадағалайды. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Сондықтан тарихи ескерткіштерді сақтау мәдени мұраны қорғаудың, халықтардың тарихын сақтау мен келесі ұрпаққа жеткізудің басты жолы болып табылады. Төртінші тапсырмада: қала атаулары: Ақтау, Шымкент, Жезқазған, Ұлыбритания, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро. Ескерткіш атаулары: Хан Шатыр, Қожа Ахмет Яссауи, Арыстан-баб, Тадж-Махал, Бурдж-Халифа және тағы басқалары. Бесінші тапсырмада: таңдап алынған сөздер: мәдени ескерткіштері, архитектуралық шедеврлерінің, тарихи орын, мәдени құндылық, туристік бағыттар, реставрациялық жұмыстар, ғылыми зерттеулер, туризм нысаны, жергілікті халқы, табиғи ландшафт, архитектуралық өнердің деген сөздерді таңдап алдық. Енді осы бойынша әлемнің 7 кереметі адамзаттың жасаған ұлы мәдени ескерткіштері мен архитектуралық шедеврлерінің жиынтығы. Олар адам ақылының, өнер мен еңбектің нәтижесі болып саналады. Бұл кереметтер тек тарихи орын ғана емес, сонымен қатар әлемдік мәдени құндылық болып табылады. Мысалы, Египет пирамидалары мен Тадж-Махал сияқты туристік бағыттар жыл сайын миллиондаған адамдарды тартады. Бұл ескерткіштерді сақтау үшін түрлі реставрациялық жұмыстар мен ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Әрбір туризм нысаны орналасқан елдің жергілікті халқы оны ерекше құрметтейді және қорғауға тырысады. Осылайша әлемнің 7 кереметі адамзаттың табиғи ландшафт пен архитектуралық өнердің үйлесімін көрсете білген ұлы жетістігі деп 5-ші тапсырманы орындауларыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің арнамның дамуына өзіндік үлесіңізді қосыңыз.